Түркістан қаласының шығыс жағында 8 шақырымдай жерде Көктонда атамыздың мазары бар. Мен қазір осы Көктонда атамыздың мазарының жанында отырмын. Көктонда атамыздың шын аты Имам Марғузи болған. Марғузи атамыз Меріп қаласында өмір сүрген. Сол заманда Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың даңқы Меріп қаласына дейін жетеді. Сонда Қожа Ахмет Яссауи бабамыз шын ғалым ба, өтірік ғалым ба, анығын байқайын деп қасына 8000 адамды ертіп 40 қашырға кітап артып жолға шығады. Міне Түркістан қаласына жақындағанында халық одан хабар алады. Сонда Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың жанында 2 халифасы болады. Бірінің аты Сүлеймен Қожа, екіншісінің аты Мұхаммед Данышпан атамыз. Сонда Сүлеймен Қожа атамыз оның ойындағы бүкіл сұрақтарды мен тонап алып қалтама салып қояйын. Сіздің алдыңызға келгенде не айтар екен көрейін дейді. Сосын Мұхаммед Данышпан атамыз оның 40 қашырға артқан кітаптарының бетіндегі бүкіл жазуларын тонап алып қояйын. Сонда сіздің алдыңызға келгенде не оқыр екен дейді. Сосын Қожа Ахмет Яссауи бабамызға 3 күн қонақ болады. 3 күн қонақ болғаннан кейін бүкіл елді жинап, Имам Марғузи атамыз ортаға шығып сөз сөйлейін десе ойына ештеңе түспей қояды. Содан кітапты алып, кітаптардың парақтарын ашып қараса, аппақ қағаз болып қалған, жазуы қалмаған. Содан Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың әулиелігіне көзі әбден жетеді. Құдайдың құдіретіне таң қалып, Қожа Ахмет Яссауи бабамыздан кешірім сұрап, Яссауи бабамызға шәкірт болып қалады. Бірнеше жыл ілімін арттырғаннан кейін Қожа Ахмет Яссауи бабамыздан рұқсат алып, жолға шықпақшы болады. Сол уақытта көп ел жиналады. Бесін намазының уақыты келіп, Яссауи бабамыз бесін намазына имам болып намаз оқып, намазын ада қылады. Оң жаққа сәлем бергенде 90 000 адамның жүрек көзі ашылып, әулиелік дәрежеге жетеді. Сол жаққа сәлем бергенде 9 000 адамның жүрек көзі ашылып, әулиелік дәрежеге жетеді. Содан 99 000 машайық деген содан қалады. Міне сол Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың жанында қалып, үстіне киген тоны көк түсті болғандықтан Көктонда атанып кетеді.